Осындай әдемі гүл тоқып үйренетін боламыз. Күрчек 2,5 мм менде. Амигуруми шеңберімен бастаймыз. Осылай. Мынау саусағымызға жіпті осы айналдырып, жіптің ұшы крестик тәрізді былай қоямыз. Күрчекті ортасынан тығып, мына жақтағы тұрған жіптен шығарып аламыз. Және де осы жіптен бір петля көтереміз. Мінекей. Бізде амигуруми шеңбері пайда болды. Енді осы шеңбердің ішінен 5 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 5 столбик без накида тоқыдық. Неге бірінші столбик тоқылған столбик без накидаға күрчегімізді тығып, осындай біріктіретін боламыз. Мінекей. Енді 2 петля көтеріп, дәл осы біз мынаны қосқан жерден күрчекқа жіпті іліп, осы жерден тағы да 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, күрчекқа жіпті ілеміз. 2, 3, 2 петля көтереміз. Дәл осы жаңағы тоқып жатқан жерге қайтадан күрчегімізді тығып, жұмысымызды біріктіреміз. Мінекей, қосамыз яғни. Тағы да 2 петля көтереміз. 2 петля көтеріп, күрчекқа жіпті іліп, келесі тұрған петлядан тағы да 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3, қайтадан 2 петля көтереміз. Дәл жаңағы тоқып жатқан жерімізге жұмысымызды біріктіреміз. Міне, бізде 2 гүлдің несі дайын болды, күлтесі. Тағы да 2 петля көтереміз. Күрчекқа жіпті іліп, келесі тұрған петлядан тағы да 3 столбик с накидом тоқимыз. 2, 3. Тағы да 2 петля көтереміз. Тағы да осы тоқып жатқан жерімізге біріктіреміз. Мінекей. Тағы да 2 петля көтереміз. Күрчекқа жіпті ілеміз. Енді келесі тұрған петлядан тағы да 3 столбик тоқимыз. 1, күрчекқа жіпті ілеміз. 2, 3, 2 петля көтеріп, тағы осы тоқып жатқан жерімізге біріктіреміз. Енді бізде соңғысы қалды. 1, 2, күрчекқа жіпті іліп, келесі тұрған петлядан столбик без накида тоқимыз. 1, 2 столбик с накидом тоқыдық. Енді қайтадан 2 петля көтереміз.
дәл осы соңғы петляға, осы тұрған жаңа тоқып жатқан жұмысымызды біріктіреміз. Мінекей, енді жұмысымызды аяқтаймыз. Тағы бір түйін түйеміз де жібімізді тартамыз осылай. Міне, біздің кішкентай сүп-сүйкімді гүліміз дайын болды. Бұны яғни декор ретінде киімдерге, кардигандарға, босоножкенің үстіне қоюға болады. Осындай әдемі гүлдерді. Міне менде тағы да осындай гүлдер бар. Мінекей. Сіздермен болған Жансая. Назарларыңызға рахмет. Маған жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.